Саламатсыз. сәлеметсіз бе? Мгм. Мүмкін болса зумға қатысу аты жөндеріңізді переименовать етіп қойсаңыздар, чтобы мен көріп отыратындай. Күте тұрайық, бір екі үш минут. Құрметті әріптестер, екі адам ғана қатысып отыр. Пользователь деп бір кісі кіріп отыр, мүмкін болса Мен переименовать. ботагөз просто не алмай жатырмын, ауыстыра алмай жатырмын. Жетібайға. Ана үш нүктені бассаңыз переименовать деп шығады, участник дегенді басса. Меруерт ханым қосылды, Араймын. Жақсы, бастай берейік, иә, уақыт өтіп жатыр. Ботагөз сіз ғой дей ме маған? Иә, Печатты ботагөз. батырған. Экранын сызып тастадыңыз. Жоқ, мен ештеме жасамадым. Жарайды. Ботагөз. Жақсы қосылды. Өйткені мен экранның беті сызылып тұр да, сол. Біреу маған маркермен із қалдырып жатыр. Жақсы. Так. Сіздермен бүгінгі вебинарымыз 1 сағат уақытын алады. Сондықтан қош келдіңіздер, құрметті бүгінгі вебинарымызға қатысушы әріптестер. Менің аты жөнім Жанагүл Егембердіқызы, педагогика кафедрасының доценті, психология бағдарламасы бойынша докторантпын және инклюзивті білім беру бойынша халықаралық сертификатталған маманмын. Қазір сіздермен бірге осы вебинарымызды өткіземіз. Тағы бір 3 минут күте тұрайық, құрметті әріптестер. Қалғандар қосылып жатырмыз деп жазып жатыр. Жақсы. Так. Сәлеметсіз бе? Қалдарыңыз қалай? Жақсы, жақсы. Қосылыңыздар. Қазір мен Қосылып 1 минуттан кейін. қосылдым. Жақсы. Жолдасым қосыла алмай отыр. Осы бір телефонмен қараймыз бүгінше. Ол кісінің телефонында зум болмай тұр.
Мында Zoom'ға қосыла алмай жатырмыз дейді, қазір жіберіп алайын. Так, чатқа қайта жібердім. Мүмкін болса қайта қосылыңыздар. Адамды қоса алмай жатыр. Ал, Мгм. Жақсы. қоса алмай жатыр. Жоқ, ана қасындағы. Мгм. Қостым. Жақсы. Бір минут, әріптестер. Экран көрініп тұр ма, құрметті әріптестер? Иә, көрініп тұр. Слайд көрініп тұр, да? Мгм. Или мен көрініп тұрмын ба? Слайд көрініп тұр. Жақсы. Аха. Жарайды, онда біз 6 адам жиналды, бастай берейік, уақыт өтіп жатыр. Сонымен мен аты жөнім жаңа айтып өттім, Жанагүл Егембердіқызы. Бүгін вебинарды сіздермен бірге инклюзивті білім беру бойынша кедергісіз орта, қауіпсіз орта қалыптастыру үшін қазіргі білім беру тенденцияларында осы инклюзивті білім беру бағыты айқындалған. Сол себептен де біз сіздермен танысып, сырттай танысып, сіздер мектеп жалпы білім беру мекемесінде жұмыс істейтін қызметкер екенсіздер. Сондай-ақ инклюзивті білім берудің ең алғашқы қадамдары дәл осы
мектеп қабырғасынан бастау алады. Сол себептен де біз сіздер мен біздер осы инклюзивті білім беруді қалыптастырудағы ең алдымен инклюзивті сана, инклюзивті қоғам құрмайынша біз инклюзивті білім беруге, инклюзиялық ортаға жаңағы ену үшін көп жаңағы міндеттемелерді атқаруымыз керек екен. Сондықтан біз сіздермен бірге осы тақырыпты алдымен талдап алайық. Жалпы инклюзивті білім беру дегеніміз не, қандай ұғым білдіреді? Бұл ұғым әлі де талдау үстінде, дегенмен де көп өзгерістерге бет алғанын біз байқаған болатынбыз. Бұрындары өздеріңіз білесіздер, мүмкіндігі шектеулі бала деп айтатынбыз, мүгедек бала деп айтатынбыз, немесе өзінің белгілі бір бұрын тіптен осыдан бір 10 жыл бұрындары тіптен кемтар бала деп те айтылған. Қазір өздеріңіз білесіздер, бұндай дискриминация, түрлі стигмаға қатысты ұғымдарға байланысты біз көптеген жаңа терминдерді, жаңа ұғымдарды енгіздік. Ең алдымен мен үнемі аудиторияға айтамын, біз ең алдымен сол осы инклюзивті білім беру саласына қызмет етуден бұрын біз сол инклюзиялық ортаның не екенін, ол инклюзивті білім берудің субъектілерін қалай атауға болады, соған көбірек мән беруіміз керекпіз. Өйткені көп жағдайда бізде әлі күнге дейін кейде мүгедек бала деп айтып қалады, мүмкіндігі шектеулі деген сөз өте көп қолданады, өйткені көп әдебиеттер, көп білім көздері сол тақырыпта жазылды ғой кезінде. Қазір біз осы инклюзиялық білім беруді түсіндік. Әрине ол бұрында қалыптасқан жүйе болатын, біз тұлғаның бойындағы ерекшелігін ашық, жаңағы не дейді, стигмаға, дискриминацияға әкелмейтіндей қатынас орнатуымыз керек екен. Себебі өздеріңіз білесіздер, инклюзиялық білім беруді, осы инклюзиялық ортаны құрудың басты қағидасын бірі ол адамды жаңағы ерекшелігіне қарамай, оның ішінде жас ерекшелігі болсын, мүгедектігі болсын, физикалық дене бітімі болмасын, ұлты болмасын, тілі болмасын, яғни белгілі бір оның бойындағы ерекшеленіп тұратын қасиеттерін біз ерекшелемей, бәріне ортақ көзқарасты қалыптастыруымыз керек екен. Сол себептен де инклюзиялық орта құру үшін, инклюзивті білім беруге қызмет көрсету үшін ең алдымен біз осы ұғымдарға ерекше мән беруіміз керекпіз. Кейде абайсызда айтып қаламыз: мүгедек бала, жетім бала, көшіп келген бала, оралман бала, немесе тағы басқадай осындай бір жағдайлар біздің қоғамға әлі күнге дейін қалыпты дамуымызға кедергілер келтіріп жатыр екен. Әсіресе мектеп қабырғасында ол кішкентай балалар ғой, олардың өзінің түсінігін қалыптастырмайынша біз инклюзивті қоғамды құруымыз өте әлі күнге дейін көп жаңағы реализация дейміз ғой, реттейтін, қадағалайтын, бақылайтын жайттар әлі көп екен. Сондықтан да сіздер мектеп қабырғасының маманы болғаннан кейін, әсіресе балалармен жұмыс істеген кезде біз тек қана біздің қатынасымыз емес, жалпы қоғамның қатынасы, әсіресе жанындағы құрдастары, достары, сыныптастары, мектепке бірге кіріп шығатын оқушылар, яғни ол баланы ерекшелемеу қажет екен. Ең алдымен біз қауіпсіз орта, бәріне ортақ білім беру жүйесін қалыптастыру үшін алдымен көзқарасымызды реттеген дұрыс екен. Әрине ол инклюзивті білім берудегі басты кілтті сөздермен басталады. Сол үшін мен үнемі әріптестеріме немесе осы курсқа қатысқан мамандарға үнемі айтамын: ең алдымен біз глоссарий жасап алайық, өзімізге түсінікті болу үшін. Үнемі біз қадағалап, үнемі ескеріп жүретін сөздердің тізбегін жасап алу керек. Глоссарий дегеніміз осы, немесе былай қарапайым тілмен айтқанда сөздік. Не үшін? Өйткені көп жағдайда бізде балаларымызға түсіндіру үшін ең алдымен кілтті сөздерден бастау керек. Инклюзия дегеніміз не, инклюзивті білім беру дегеніміз не, оның ішінде қандай қағидалар бар, оның барлығы теориямен негізделгенмен практикада әлі жүзеге аспай келеді. Ал оны жүзеге асырудың алғашқы қадамы ол ең алдымен ұғымдарды дұрыс ажырата білуіміз керекпіз. Демек, білім алушының осы ерекше қажеттілігі, ерекше білім беру қажеттілігі бар бала деп
біз кімді айтамыз, немесе ол қандай бала, немесе қандай отбасынан шыққан. Сол үшін де біз оның әлеуметтік, психологиялық, физикалық жағдайына ортақ бір ұғым айтуымыз керек. Қазір ауыз екі сөзбен айтып жүрміз, жаңа ерекше жандар, ерекше бала, немесе нормотипичный бала деп айтамыз орысша айтқанда. Бірақ бұл ұғымдарды біз тек қана ауыз екі сөз арасында айтамыз. Бірақ ғылыми, әдеби, арнайы оқулықтарда ол сөздер жазылмайды. Өйткені ол сөздер біз түсінікті болу үшін ғана айтамыз. Шын мәнінде оларды біз ерекше бала деп басқалардан да ерекшелеуге болмайды екен. Өйткені біздің мақсатымыз оларды ортаға ендіру, оларды қалыпты білім алу, басқа жаңа ерекше көңіл бөлуді қажет етпейтін, былай айтқанда, орысша айтқанда нормотипичный балалар, оқушылардан бөліктемей, ерекше бала демей, біз сол балаларға барынша мүмкіндікті ашуымыз керекпіз. Ол ең алдымен ол балаға деген қатынасымыздан басталады екен. Ал инклюзивті білім беруді түсіну үшін біз сол ерекше білім беру қажеттілігі бар баланы қандай жағдайда да болса да ол ортаға ендіру, яғни қадам бастауынан негізделеді екен. Әрине, инклюзивті білім беруге өте ұғымдар өте көп, жан-жақты, көп қырлы, көп аспектілі деп айтуға болады. Бір сөзбен анықтама беру мүмкін емес. Сондықтан да ең қарапайым жағы инклюзивті білім беру, ол ерекше білім беруді қажет ететін балаларды оқыту, тәрбиелеу деп айтуға болады. Бірақ сол ерекше білімді қажет ететін балаларға кімдер кіреді? Әрине, жаңағы медициналық тұрғыдан денсаулығына қатысты, мүгедектігі бар, категориясына байланысты. Осы жерде әріптестер ескертіп, үнемі есте сақтайтын жайт, балаларға мүгедек деп айта алмаймыз. Тек қана медициналық көрсетілімі бар ерекше білім беру қажеттілігі емес. Демек, арнайы медициналық көрсетіліммен ол баланың өзінің мүгедектігі бар. Яғни ол медицина саласында немесе әлеуметтік салада айтылады. Білім беру саласында біз мүгедектігі бар бала деп айтпаймыз. Тек қана әлеуметтік жұмыскерлер, әлеуметтік педагогтар мектепте, олар өздерінің баланың әлеуметтік картасын, социальный карта дейміз ғой, сол картасын толтырғанда олар соны көрсетеді. Және сынып жетекшілері. Сосын ерекше бала деп айтуымыз. Ерекше дегеніміз, тоже ол ерекше деп, мысалы, басқа балалардан ерекшелеудің де қажеті жоқ. Сол үшін де өте осы жерде абай болуымыз керек. Мүмкін сынып сағатында, немесе ата-аналар жиналысында біз мүмкіндігінше қолданбауға тырысуымыз керек. Өйткені барлық бала біз үшін бірдей. Тек қана педсоветтерде, немесе арнайы жиналыстарда, арнайы мониторинг топтарда ол баланы ерекшелеп айтуға болады екен. Одан кейін біз категориясы алдағы күндері талдайтын боламыз, осы инклюзивті білім беру субъектілеріне кімдер жатады. Алдымен біз осы инклюзивті білім беру жүйесін түсініп алғанымыз дұрыс. Яғни инклюзивті білім беру жүйесі барлық үздіксіз білім беру жүйесін қамтиды. Ол мектепке дейінгі білім беру, бастауыш сыныпта, немесе орта білім беру мектептерінде, және кәсіптік техникалық колледждерде болсын, жоғарғы оқу орнында болсын, академияда болсын, яғни барлық кез келген қоғамның сферасында немесе аумағында орын алатын сөз екен. Яғни инклюзивті білім беру, немесе инклюзивті сана. Ал енді оны дамыту әрине өте күрделі процесс. Жаңа біз вебинарымыздың басында айтып өткен болатынбыз, көп қырлы ғылыми негізі, әдістемелік сипатта ол негізге алынады екен. Өйткені ол арнайы бекітілген, қамтылған нормативтік құқықтық актілерге негізделген сала болып табылады. Біз оғанда жеке тоқталатын боламыз. Ал енді осы инклюзивті білім беру осы соңғы 10 жылдың арасында деп айтатын болсақ, мысалы 2015 жылы. Бірақ сонда оған дейін ол инклюзивті білім беру саласы қалай дамыды деген сұрақ табиғи, ол сұрақ, яғни кез келген адам қоюы мүмкін. Сонда инклюзивті білім беруге дейін балаларды кім оқытты, қалай оқытты, немесе ол сала қалай аталды. Осы жерде сіздермен бірге біз осы инклюзивті білім берудің эволюциялық даму деңгейлерін көрсетейік. Ол дегеніміз не?
Яғни егер біз осы инклюзивті білім беруді ертеректе қалай аталды, немесе оны қалай жүзеге асырды деген сұраққа жауап іздесек, осы слайдта мән беріп қарасаңыздар болады. Ең алдымен эксклюзия болған. Яғни эксклюзия дегеніміз мынау суретте көріп тұрсыздар ғой, жасылдағы ол мектепте оқып жүрген оқушылар. Яғни қалыпты дамудағы бала деп біз өзіміз солай түсіндіреміз, иә. Айналасында түрлі түсті нүктелер ол балалардың әрқайсысының ерекшелігіне байланысты. Біреуінің психикалық дамуы кешеуілдеген, немесе біреуінің тірек қимылы бұзылған, ДЦП дейміз, немесе аутистік синдром бар. Яғни медициналық көрсетілімі бар, немесе тағы да әлеуметтік жағынан осал топтың балалары осы эксклюзиялық білім беру жүйесімен оқытылған. Тіптен кезінде америкалық басшыларында қызы, мысалы, қазір есіме түспей отыр қызының аты, ол үйде оқытылған. Яғни оның ерекше қажеттілігі білім алуға, оны ортаға алып шығуға кезінде мынандай ғой, дискриминациялық, яғни оның мүгедектігі, немесе оның тағы да басқа да бір ерекшеліктерін орта оларды қабылдау өте қиын болған. Сол үшін де эксклюзия, яғни ондай балаларды мектептен тыс немесе үйде оқытқан екен. Ал қоғам даму үстінде өздеріңіз білесіздер, иә, адамның құқығы қорғала бастады біртіндеп. Әрбір тұлға өзінің ерекшелігіне қарамастан білім алуға құқықты. Ол дүниежүзілік балаларды қорғау ұйымында, дүниежүзілік ұлттар ұйымының концепциясында, иә, біз тарихына мүмкін сіздер білетін шығарсыздар, Саламанка декларациясы осы 1994 жылы қабылданған, осы инклюзивті білім беруге түрткі болған негізгі концепциялар. Міне сол кезде балалардың бәрі білім алуға құқықты деген концепциямен біз сегрегациялық осы инклюзивті білім берудің алдындағы жүйе қалыптасады. Сегрегация деген сөз енді былай көп жағдайда агрономиялық немесе техникалық салада жиі айтылады, бірақ білім беру саласында бұл сегрегация деген не деген сөз? Яғни бөліп, алып, оқыту деген сияқты. Мұнда егер сұрақтарыңыз болса, чат ашық, арасында сұрақтарыңызды жазып отырыңыздар, мен арасында оқып отырамын. Сонымен сегрегация дегеніміз суретіне қараңыздар. Яғни бірінші эксклюзия кезінде балаларды, яғни жалпы білім беруден шеттеткен, яғни деген, яғни шығарып тастаған деген сияқты. Сегрегацияда сол қажеттілігіне байланысты ортақ білім беру жүйесі қалыптасты. Яғни ол жалпы мынау жасыл түстегі суретті көріп отырсыздар, ол білім беру жүйесі өзі дами берді. Яғни өзінің даму категорияларын реттеп, ары қарай даму үстінде. Ал осындай ерекше қажеттілігі бар балаларды біз қалай оқыттық? Яғни сегрегация дегеніміз бұларды арнайы бөліп оқыту. Естеріңізде болса, кезінде әлі де бар, мысалы, жаңағы көзі көрмейтін балаларға арналған мектеп, құлақ естімейтініне, естуі нашар, саңырау балалардың мектебі, яғни арнайы интернаттар ашыла бастады. Яғни балалар сол жерге жатып, мысалы 18-ге дейін, немесе кейбір оқу орындарында 15 жасқа дейін ол балалар сонда оқыды. Яғни есейгенге дейін сол арнайы интернаттарда оқытылды. Яғни сегрегациялық жүйесінде, инклюзивті білім беруде жалпы орта мектепте ол өзінің системасы болды да, осындай жаңағы арнайы мектептердің қалыптасуында осы сегрегациялық жүйе болды. Яғни оларды бөліп оқыта бастады. Енді қоғам даму үстінде тағы да айтарым, олардың құқықтары әлі де қорғалған жоқ. Олар жалпы қоғамнан шеттетілді, немесе қоғамнан бөлек өмір сүрді. Сол үшін біртіндеп қоғамда адам құқықтары қорғалуына байланысты оларды орта мектептерге енгізе бастады. Кіріктіре бастады системаларын, яғни жүйелеріне. Сол кезде интеграциялық жүйе қалыптасты. Яғни біз алғаш рет жаңағы инклюзивті сыныптарды аша бастадық. Естеріңізде болса, ең алғашқы мектепке қабылданғанда арнайы сынып ашты, арнайы кабинет жасақталды,
ата-аналарды жинады, мысалы, яғни мектеп қабырғасында арнайы кабинеттер ашыла бастады. Оларды отырғызады, сонда оқытады, мұғалімдер сол кабинетке кіріп оқытты. Енді интеграция жүзеге асты, яғни кіріктірді, ол балаларды қоғамнан бөлмей алып келді, жалпы білім беру мекемесіне ендірді, оларды қосты. Бірақ интеграция бұл жерде тағы да балалардың құқығын толық қорғаған, яғни бұл жерде стигма пайда болды, дискриминация пайда болды тағы да. Яғни балаларды инклюзивті сынып деп бөліп тастадық. Яғни инклюзивті сыныпта оқиды ол бала деп, тағы да біз баланың құқығын қорғай алмадық. Яғни интеграция кіріктірдік, интеграция деген сөз кіріктіруді береді. Ол сол балалармен бір мектепке кірді, бірақ бір сыныптың ішіне кірген жоқ. Яғни оларды тағы да оқшаулап, сол сыныптан бөлек бір кабинетте оқыта бастадық. Бұл да интеграцияда инклюзивті білім беру жүйесін толық қамтымады. Содан бертін келе, осы инклюзиялық ортаны біз тану үшін, түсіну үшін, яғни қосу деген сөз, яғни ағылшын, француз тілінен алғанда инклюзия бұл қосу дегенді білдіреді. Демек, біз балаларды жаппай өзара араластырып, оларды инклюзия сынып деп бөлмей, қазір инклюзияны енгізуге, қазір былай айтқанда бет алып келеміз. Әлі де толық инклюзиялық орта қалыптасқан жоқ. Әлі де біз сол сыныптағы бала бар болса, соған ерекше мән беріп, сол инклюзиялық сыныппен әлі күнге дейін бізде көп проблемалар осыған келіп тіреледі. Оның әрине сыртқы факторлары бар, ішкі факторлары бар, қиындықтары өте көп. Қиындықтары әртүрлі, субъективті, объективті жақтары бар. Сол үшін де инклюзиялық білім беру, жаппаймын, сіздер де осы вебинарға қатысып, өздеріңізді уақытын бөліп, жұмыстан тыс уақытта, отбасылық өмірлеріңізден тыс уақытта уақыт бөліп, осы инклюзивті білім беруді барынша дамытуға бет алып отырсыздар. Бұл өте қуанарлық жағдай. Өйткені сізбен біз болып инклюзиялық қоғамды қалыптастырмасақ, онда біз бұл системаны, немесе сол балалардың болашағы ерекшеленіп, тағы да жарқын болашаққа жол алмай қалады. Яғни осы әрбір этапта ең бастысы балалардың жеке басының құқығы. Яғни олардың құқықтарын тапталмауы, дискриминацияға түспеуі, стигмаға түспеуі, балаларымыздың аутсайдер болмауы, осы системаны дұрыс қалыптастыру. Міне әр этапта эксклюзия болсын, сегрегация болсын, интеграциялық этап болсын, инклюзиялық этап болсын, осы кіріктіру біз үшін өте маңызды. Яғни, демек сіздер кез келген уақытта айта аласыздар. Бұл система бұрыннан бар, бірақ оның жүзеге асырылу техникасы, механизмдері әртүрлі болған. Қазір біздердің мақсатымыз осы инклюзиялық білім беру жүйесін әрі қарай оңтайландыру. Біз дамыту үстіндеміз, дамыды. Әр мектепте инклюзиялық білім беру жүйесі қалыптасты. Бірақ біз әлі де оңтайландыруымыз керекпіз. Оған не себеп? Өйткені біріншіден педагогтың сол инклюзиялық білім беруге деген дайындығы, компетенциясы, кәсіби біліктілігі керек екен. Соған сәйкесінше білім беру материалдарын дидактикалық жағынан, тағы да басқа да бағалау системасы, немесе білім берудің кез келген параметрлерін сол инклюзиялық принципке негізделген ба? Сол мәселе біз үшін өте маңызды. Бұл екіншіден ата-аналардың қатынасы. Көп ата-аналар менің балам инклюзиялық сыныптағы, инклюзивті білім алып жүрген баланың жанында отырмайды. Немесе тағы басқа да ата-аналардың көзқарасының өзгеруі, немесе ата-аналардың басқа өз баласынан бөлек өзге балаларға деген қатынасы. Яғни бұл да үлкен проблема. Өздеріңіз мысалы мектепте ата-аналармен жұмыс істегенде көп байқайсыздар. Бұл себеп, осындай себеппен мүмкін Қазақстанда мынау жекеменшік мектептердің де ашылу себебі сол шығар. Өйткені көп ата-аналар, әсіресе қалталы ата-аналар
жалпы білім беру мектебінен арнайы жаңағы жекеменшік мектептерге орналастырады екен. Өйткені онда инклюзивті сыныптар жоқ деп ойлайды. Бірақ инклюзияға біз тек қана мүмкіндігі шектеулі жаңағы медициналық диагнозы бар балаларды ғана кіргізбейміз. Ол туралы біз алдағы сабақтарда талдайтын боламыз. Кімдер кіреді, оның субъективті параметрлері қандай, тағы басқадай. Ең бастысы біз осы проблема ата-анадан кейінгі бұл материалдық қамтылуы мекеменің, яғни әкімшілік басқару жүйесінің сол мекемені қамтамасыз ете алуы, соған деген ынта жігері, яғни кейбіреулер тек қана пән мұғалімдеріне немесе сынып жетекшілеріне міндеттемені жүктейді да әкімшілік тарапынан кейде тыс қалып жатады. Негізгі сұрақты олар өздеріңіз білесіздер, инклюзивті білім беруде мынау материалдық құндылық өте маңызды. Яғни балалардың дұрыс партада отыруы, сыныптың жабдықталуы, мектептің жабдықталуы, дидактикалық материалдардың сәйкес келуі, осының барлығы әкімшілік шешетін мәселелер. Яғни педагогтар онсыз да өзінің үлесін қосады. Дегенмен де бұл жерде материалдық техникалық база үлкен рөл атқарады екен. Бұл да үлкен проблема қазіргі дәл осы уақытта. Одан кейін методика. Біз методикаларды қазір енді жаппай осы инклюзивті білім беру жүйесін толық жүзеге асыруға дайын жаңағы түсіндік, бағыт бағдарын алдық, бірақ методикасына келген кезде тағы ақсаймыз. Яғни әрбір пән мұғалімі, мейлі ол бастауыш сынып болсын, мейлі ол жоғарғы сынып оқытушысы болсын, жоғарғы оқу орны, колледж болсын, барлығы педагог. Яғни олар аудиторияға келеді. Аудиторияда білім алушылар отырады. Оның жас ерекшелігіне қарамай, олардың алатын білім бағыттарына қарамай, бәрі педагог. Міне осы педагог қауымның методикалық дайындығы. Енді біз болашақта мүмкін әрбір саланың өзінің интеграциялық, инклюзиялық системасы болатын шығар. Мысалы, гуманитарлық бағыттағы, техникалық бағыттағы, экономикалық, әлеуметтік қызмет көрсету бағытындағы пәндер, тіптен кәсіптік білім беру техникасында да әрқайсының өзінің несі болады, алғышарттары, яғни өзінің приоритеттері бар. Себебі егер біз жаппай ғана инклюзивті білім беру жүйесі деп қамти салсақ, оның ішкі механизмдері, ішкі бағыттарын маманның өзі шешпесе шеше алмайды. Мысалы, техникалық колледждерде, мысалы сіздердің алдарыңызда сондай курс болды, бізде техникалық кәсіптік колледждің мамандары. Мысалы, жай ғана белгілі бір станокта жұмыс істеу үшін балаға қалай көмектесеміз. Мысалы, біз гуманитарлық мамандықтар, біз техникалық мамандықтардағыдай білім алған жоқпыз ғой. Сол үшін де біз әрбір бағыттағы маманның инклюзиялық подходы қажет. Математиктердің, географтардың, химиктердің, мысалы химияда әртүрлі приборлармен жұмыс істейді, әртүрлі түрлі эксперименттер, лабораториялық жұмыстарды шешеді. Мысалы, гуманитарлық бағыттағы мамандар оған инклюзивті білім беру жүйесін түсіндіргенмен кейбір методикаларын түсіндіре алмаймыз. Сол үшін де болашақта әрбір педагог өзінің жаңағы салалық концепциясын жасау керек. Өйткені, мысалы, біз гуманитарлық мамандықтар балалармен қалай қарым-қатынас орнату керек, немесе тағы басқадай қоғаммен қарым-қатынасына байланысты көмектесе алуымыз мүмкін. Қоғамға енуіне байланысты өзінің мен концепциясымен жұмыс істей аламыз. Техникалық, жаңағы экономикалық бағыттағы мамандар өзінің программасын жасау керек. Міне осындай этап бізде осы инклюзивті білім беруді дамытудың басты алғышарттары болып табылады. Себебі бұл ұзақ мерзімді стратегия, ол жергілікті жұмыс орнында ғана өтілетін нәрсе емес, ол жалпы білім беру жүйесінің қызметін ұйымдастырудағы пән аралық тәсіл ретінде қарастырылады. Сол үшін де біз инклюзивті білім беруді қауіпсіз орта құру деген құрғақ сөзбен айтуға болмайды.
яғни әрбір бағыттағы білім беру жүйесін қалыптастырсақ, бала өзіне қажетті біліммен қанағаттанса, өзінің жаңағы дағдыларын қалыптастыра алса, өзінің жаңағы қызығушылығына сәйкес келсе, міне біз сол кезде балалардың әрі қарай жылжуы тұлғалық жағынан, жаңағы білім жалпы көзқарасы жағынан дамуда екеніне көзіміз жетеді. Егер біз тек жалпылама ғана айтып өтетін болсақ, онда бұрынғы мынау кеңес үкіметіндегі кезіндегі сияқты бір партияның тапсырмасын орындаған сияқты жай ғана қала береді, қала береді, қала береді. Бізге тікелей методикамен, тікелей практикамен байланысатын және сол практикалық, яғни баланың бойындағы дағдыға қалыптасуында кедергілерді жоя алатын, сол баланың білім алу дағдысы мен өмір сүру дағдысы қауіпсіз, өзінің қажеттіліктерін өтей алу жүйесін қалыптастыратын педагог, ол нағыз осы инклюзивті білім берудің педагогы. Мысалы, қарапайым ғана бала мектепке кешігіп келдік дейді. Мысалы, ол ұяң, тұйық бала болуы мүмкін, психикалық дамуы кешігілген бала. Ол сабаққа кіре алмай есіктің сыртында тұруы мүмкін. Өйткені ол мұғалімнен қорқады. Яғни сыныпқа кешігіп келдім деп айта алмайды. Яғни ол бала өзін тыс аутсайдер сезініп қалып қалуы мүмкін. Сабақ 45 минутта өтеді де кетеді. Біз ондай жағдайда балаға емін-еркін есікті ашып, сабаққа осындай себеппен кешіктім, немесе отырсам бола ма деп, яғни кедергісіз кіре алуын қамтамасыз ету, бұл нағыз педагогикалық процесс. Егер біз көп жағдайда осы процесстерді кейде өткізіп аламыз, тек қана пәнімізбен ғана айналысып жатамыз. Ал енді келесі слайдқа көңіл бөлсеңіздер, әр слайд бойынша сұрақтарыңыз туындаса, чатқа жазып отырыңыздар, әріптестер. Өйткені бұл тақырып өте ауқымды, мүмкіндігінше бәрін қамтуға тырысамыз. Сонымен, инклюзия білім беру жүйесіндегі ең негізгі субъект, ол ерекше білім алу қажеттілігі бар бала, яғни білім алушы. Оған бұл жерде біз инклюзия тағы да естетіп айтамыз, бір-бірімізді үнемі нақтылап отырған жақсы. Бұл мүгедектер туралы емес, бұл бәріміз туралы әңгіме. Яғни барлығы бірі үшін концепциясымен дамитын бірден бір білім беру жүйесі. Яғни білім алушыға қауіпсіз орта құрып, тең қол жеткізуді қамтамасыз етудің шарттары, ол тек бір ғана баламен, немесе бір ғана педагог, немесе сынып жетекшісімен, немесе ата-анамен шешілетін мәселе емес. Демек, бұған жаңа біз айттық, көп аспектілі балаларға көп қырлы қатынас орнату арқылы ғана біз осы инклюзивті білім берудің жүзеге асырамыз. Ол дегеніміз, ерекше білім беру қажеттілігі бар балаға ең алдымен кімдер? Мен мұнда түске бояп қойдым. Ең жақын даму зонадағы, Выготскийдің теориясымен келісетін болсақ, ең жаңағы баланың даму зонасында әрине ата-ана және сынып жетекшісі. Ол негізгі субъектілер болып саналады. Ал онымен қоса, ең жақын зонадағы ол пән мұғалімі және әлеуметтік педагог. Өздеріңіз мектепке баланың портфолиясын толтырғанда біз осы мамандармен жұмыс істейміз. Одан кейін, яғни ерекше білім алу қажеттілігі бар баланың тұлғалық ерекшелігіне тікелей көмектесетін ол психолог, педагогтар. Осы жерде арнайы педагогты да қосуға болады, бірақ әлеуметтік педагогпен бірлестіруге болады. Әлеуметтік педагог, енді мына жерде кейін кезде педагог ассистент дегенді де қосуға болады. Мен қазір енді сіздерге мына жерде көрсете аламын. Қосып, мысалы, педагог ассистент. Яғни, ол да негізгі субъект болып табылады. Сурет екен ғой. Жарайды. Негізгі субъектілердің бірі, себебі педагог ассистент қазір білесіздер, мектепте
арнайы педагог психологтар педагог ассистент маманы бар, иә? Педагог ассистент. Қазір. Қазір өздеріңіз білесіздер, арнайы маман ретінде педагог ассистенттер қызмет етуде. Өйткені біз арнайы қазір штат ашылды мектептерде. Енді әлеуметтік жұмыскер барлық мектепте бар деп айта алмаймын, қазір үлкен мектептерде бар. Әлеуметтік педагог пен әлеуметтік жұмыскер сіздерге қалай көмектеседі? Мысалы, сіздердің араларыңызда сынып жетекші отыруы мүмкін, сіздердің араларыңызда пән мұғалімі отыруы мүмкін, иә? Ата-ана ретінде қатысуыңыз мүмкін. Ал ерекше білім беру қажеттілігі бар баланың проблемасы жалғыз осы субъектілерге ғана тиесілі емес екенін біз түсінгіміз келеді. Өйткені сізге ең алдымен баланың ерте диагностикасын, яғни баланың кім екенін, қандай қажеттілігі бар екенін айқындап беретін ол бірден бір маман, психолог маман, немесе педагог психолог. Ол барлық мектепте бар, қазір штат көбейген, кейбір мектептерде бастауыш сыныптарына арналған психолог маманы бар, сосын жоғарғы сынып оқушыларына арналған психологтарымыз бар. Міне сол мамандар сіздерге баланың ерекше қажеттіліктерін айқындауға көмектеседі. Ал әлеуметтік педагог пен әлеуметтік жұмыскер бұлар баланың әлеуметтік картасын жасап береді. Яғни ата-анасы туралы мәлімет, немесе оның жаңағы ортасына мүмкін, мысалы, үлкен жаңағы мектептерде енді жаңағы аз қамтылған отбасылар мүмкін. Яғни қоғамның осал отбасында, яғни осы қажеттілігі бар, әлеуметтік көмекті қажет ететін отбасылардың балаларда өмір сүреді, оқиды. Яғни міне сол мәселелерді шешетін тікелей әлеуметтік педагог пен әлеуметтік жұмыскер. Ал педагог ассистент қандай жұмыс атқарады? Біз бұған да тағы тоқталуымыз мүмкін, өйткені көп жағдайда пән мұғаліміне көмектесетін осы педагог ассистент. Көп осы педагогтардың уәжі бар. Мысалы, сабақ өтіп жатыр, мен ерекше қажеттілігі бар балаға жаңағы ерекше көңілді көбірек бөлсем, жаңағы басқа даму қарқынды, қалыпты дамудағы балаларға мен тапсырманы жай бере саламды, оларға мән бере алмаймын дейді. Яғни ол басқа балалармен жұмыс істеуге уақытым жетпей қалады дейді. Әрине ол уәж дұрыс. Өйткені қазір педагог ассистент маманының да пайда болу себебі де сондықтан. Яғни пән мұғалімі ол процесті тоқтатпай өзінің сабағын өту керек. Яғни 30-40 минутқа берілген өзінің пәндік сабағын жоспарлы түрде өту керек. Ал педагог ассистент сол ерекше білімді қажет ететін баланың жанында белгіленген маман. Яғни ол сабақты бірге әрі қарай жүзеге асыруына көмектеседі. Бұл туралы біз алдағы кездесулерімізде айтамыз. Яғни сабақ барысындағы жаңағы педагогикалық процесті оңтайландыру үшін ассистент қандай қызметтерді атқарады, және пән мұғалімі қандай жүктемелерден арылу керек. Өйткені көпшілігі, өздеріңіз білесіздер, мектепте пән мұғаліміне немесе сынып жетекшісіне көп жүктеме артып қойған. Көп жүктемені біз осылай пән немесе арнайы мамандар арқылы, тіптен қазір мектепке логопед маманын да енгізгісі келіп отыр. Өйткені тіл, сөйлеу әсіресе балалардың сол мектеп жағдайында, мектеп жасындағы балалар үшін аса маңызды қасиеті. Соны дамыту үшін қазір біз логопедиялық бағытты өте қарқынды дамытамыз. Әрі қарай, ал енді қараңыздар, осы системада, яғни ерекше білім беру қажеттілігі бар балаға сынып жетекшісі көмектесті, пән мұғалімі, барлығы педагог, психолог болсын, арнайы педагог болсын, ата-ана жағынан мысалы барлығы атсалысып жатыр. Бірақ кей жағдайда бұл субъектілердің мүмкіндіктері, жаңағы не дейді, компетенциялары кейбір сұрақтарды шеше алмауы мүмкін. Ол дегеніміз қандай? Ол жағдайда мысалы
жай ғана бір мысал көзі нашар көретін бала болса, арнайы диагнозы бар, яғни оған арнайы жаңағы очкимен, яғни көзілдірігімен отыратын бала болуы мүмкін. Бірақ дидактикалық материалдар жетіспеуі мүмкін. Немесе құлақ естуі нашар балалар. Оларға да дидактикалық материалдар жетпеуі мүмкін. Өйткені визуалды көптеген дидактикалық құралдар керек болады. Сондай кезде ата-ананың мүмкіндігі жоқ, қаржы жағынан. Сынып жетекшісі өзінің айлығынан бөліп сатып ала қоймайды ғой. Бұндай жағдайда әкімшілік ол мәселені шешіп береді. Яғни әкімшілік, мектеп әкімшілігі материалдық, техникалық базамен қамтамасыз ету керек. Егер мектепте бюджеттер қарастырылмаған болса, кейде қаражат мәселесі, кейде тағы да басқа компетенциясыз сәйкес келетін мамандар жоқ шығар, мүмкін да меценаттар жоқ шығар. Міне осындай кезде атқарушы органдар, әкімшілік тарапынан, олар арнайы мектептен тыс қоғамға өздерінің жаңағы не дейді, қажеттіліктері туралы жариялайды. Мысалы, Астана қаласында өздеріңіз білесіздер, көптеген марафондар, конкурстар өтеді. Мысалы, бізде әрбір жылы марафон болады жүгіруден. Сол жүгіруге қатысқан әрбір марафоншының қосқан үлесі мектептегі инклюзивті сыныптарды жабдықтауға жұмсалады екен. Былтырдың өзінде 20 мектепке енді бір жүйе, не дейді, бір категориядағы аппаратты сатып алуға мүмкіндік болды. Көрдіңіздер ғой, яғни бұл жерде мен айтайын дегенім, атқарушы, реттеуші органдар, мынау педагогикалық процесс, өйткені мұғалім бәрін шешуі мүмкін емес қой, әсіресе сынып жетекші өз қаражат жағынан немесе дидактикалық жағынан көмектесе беремейді. Өйткені ол үлкен жаңағы қаражат талап етуі мүмкін. Сондай жағдайда бізде жаңағы атқарушы әкімшілік тарапындағы қызметкерлер, ол оқу завучы болсын, тәрбие немесе ата-аналар кеңесінің төрағалары, жаңағы қамқоршылық категориядағы мамандар, директор да өзінің мектептен тыс мекемелерге өзінің жаңағы ұсыныстарын немесе тағы басқадай көмектерін сұрауына болады екен. Ол үлкен жүйе әрине. Міне көрсеңіз, демек балаға, бір баланың өзіне біз жаппай қаншама субъект қызмет көрсетеді. Оның өзі жетіспей жатады, оның өзі аз болып жатады. Сол үшін де біз бір тұтас жүйе қалыптастыра отырып, инклюзивті білім беруге қатысатын кез келген білім алушыға жағдай жасау үшін бұнда барлығы жұмылу керек. Көп біз білеміз, өзіміз де педагог болдық. Көп жүкті педагогтардың, әсіресе сынып жетекшілерінің мойнына асып қояды да, кейбір мәселелер толық жасалмай шектеліп қалады. Ал оның кедергісі әрине балалардың дамуына әсер етеді. Түрлі стигма, түрлі жаңағы буллингтер, түрлі дискриминациялық жүйе қалыптасады, тағы сол сияқты. Көрдіңіз, демек бұл бәрімізге ортақ мәселе екенін түсініп алғанымыз абзал екен. Міне осындай мәселелерді қозғай отыратын бізде өте көптеген актілер бар, оны реттеп отыратын арнайы заңнамалар бар. Осы процестердің бәрін реттеуге, оны ынталандыруға, оны басқаруға, оны оңтайландыруға арналған өте көп бізде Қазақстанда соңғы 20 жылдың ішінде көп оқулықтар жария шықты, көптеген білім беру стандарттары өзгерді, сосын білім беру типтік бағдарламалары жасалды, оған қоса осы әдістемелік құралдар пайда болды. Сосын арнайы ұлттық, қазір келесі ертеңгі сабақтарда мен сіздерге сол сайттан өздеріңізге әдістемелік көмектерді ала алатындарыңызды айтамын. Өйткені қазір бір шама реттеліп жатыр. Әдістемелік жағынан, оқулық жағынан, заңнамалық жаңағы нормативтік құқықтық актілер жағынан көптеген оқулықтар жарияланып жатыр. Әсіресе бізде министрлік тарапынан болсын, Алтынсарин атындағы ұлттық білім академиясы жағынан, арнайы педагогика және психология саласынан көптеген осындай оқулықтар жарияланды.
Бұл біздің негізгі әдістемелік құралдарымыз. Әрине, қазақстандық авторлар осы инклюзивті білім беруге өте көп өз еңбектерін арнаған. Оның бәрі қолжетімді. Мен сіздерге келесі кездескенде олармен қайдан алуға болатындығын көрсетемін, жарай ма? Ал енді осы нормативтік құқық негіздері ертеректен басталады, өздеріңіз білесіздер. Бағана вебинарымыздың басында айтып өттік. Түрлі халықаралық конвенциялар, декларациялар, түрлі концепциялар, ережелер барлығы осы арнайы бекітілген дүниежүзіне ортақ құжаттар бар. Ол әрине қолжетімді, арнайы сайттарда қарастырылған. Дегенмен де біз мүмкіндігінше барлық құжаттардың негізімен таныс болғанымыз жақсы. Жазғы уақыттарыңызда уақыт болып жатса, осы инклюзивті білім беруге қатысты құқықтық негіздерді қалыптастыру үшін келесі нормативтік құқықтық актілермен немесе заңнамалық құжаттармен таныс болғандарыңыз дұрыс. Бұнымен мүмкін таныс та шығарсыздар. Енді Біріккен Ұлттар ұйымы, өздеріңіз білесіздер, ертеректен осы бала құқығын қорғау, отбасы құқығын қорғау, жалпы адамзаттың құқығын қорғауға арналған көп құжаттар бар. Соның әрбір құжаттың ішінде осы ерекше қажеттілігі бар, ерекше білім беру қажеттілігі бар балалармен жалпы субъектілердің барлығына арнайы баптар бар, яғни құқығын қорғау мақсатында. Әрине, ол жеке-жеке сұрақты қамтамасыз етеді, әсіресе заңнамалық. Сол үшін де біз жаңағы мынау субъектілердің арасына заңгерді де қоссақ болады. Әрбір мектепте, білім беру мекемесінде өздеріңіз білесіздер, заңгерлер болады. Яғни, мұнда мен сіздерге тағы да қосып қояйын, щоб сіздер оны үнемі естеріңізге сақтап жүрсеңіздер. Заңгер деп қосып қояйын. Заңгер. Өйткені заң тұрғысынан шешілетін кейбір мәселелер. Заңгер. Міне осы мамандар өздерінің полномочия дейміз ғой, өздерінің мүмкіндіктеріне қарай бізде өз үлестерін қосып отырады екен. Скрин жасап алсаңыздар болады, өйткені мен бұны жіберіп қойдым ғой сіздерге. Өзгертілгенін кейін қайта ауыстыру керек. Міне осы сіздермен әр құжатқа жеке-жеке тоқталмай-ақ қояйын. Атаулары белгілі, мына бала құқықтары туралы Біріккен Ұлттар ұйымының конвенциясы, ассамблеялық жаңағы ұлттар ұйымының негізгі бізде Қазақстанда да өзінің халықтар бірлігінің негізінде құралған ассамблея бар, мүгедектікті қорғайтын арнайы ұйымдар бар, тағы сол сияқты. Сондай-ақ арнайы мына сіздерге мынау жасыл түспен бояп қойдым. Бұл сіздердің мектептегі білім беру процесінде тікелей қолданатын құқықтық актілеріңіз, құқықтық негіздеріңіз. Егер бұл қажет болса, мына мен сайтты көрсетіп қойдым. Бұл сайт бізге осы қажетті құжаттармен қамтамасыз етіп отыратын сайттар. Біз бұл туралы келесі кездескенде айтайық, өйткені бұған кірсек біраз отыруға тура келеді. Дегенмен де өз уақыттарыңыз болса кіріп отырған дұрыс. Сонымен жоғарыда айтқан ойларымызды тұжырымдап қорытындылайтын болсақ, ең алдымен инклюзивті орта құру. Бұл көптеген педагогтардың инклюзивті топты құруға дағдылардың, білімнің немесе уақыттың жетіспеушілігін сезінуінен. Яғни біз үнемі айтамыз, инклюзивті орта құруға дайынбыз ба деп. Олар материалдық жағынан дайын емеспіз дейді. Физикалық өзінің жалпы күнде таңертеңнен кешке дейін балалармен жұмыс істеуге физикалық тұрғыдан дайындығының жоқтығын айтады. Сосын педагогикалық, дидактикалық қамтамасыз етілмеуін жайлы туралы айтады. Сосын психологиялық дайындығы жоғын айтады. Мысалы, сондай ерекше баламен жұмыс істеуге сіздің қаншалықты бойыңыздағы психологиялық
компетенцияңыз, яғни психологиялық құзыреттілігіңіз жетеді. Шыдамдылық, оны түсіне алушылық, эмпатиялық сезіміңіз, оны жақсы көру, басқа балалармен тең көру, оларды бөліп жалмайтындай сізде ерік-жігердің мықтылығы, эмоционалдық қажымайтын, былай айтқанда бүкіл комбо десек те болады. Яғни сіздің бойыңыздағы сондай тұлғалық ерекшелігіңіз қаншамалықты дайын. Міне сол үшін де біз ең алдымен сол дайындықты сезіну үшін ең алдымен инклюзивті білім беру, яғни педагогика дегенімізді түсіну. Яғни бұл туралы біз жаңа сөзімізде айтып өттік. Ал екінші қадам ол инклюзивті мазмұн. Жаңағы инклюзивті сөздің ауқымды екенін, көп қырлы екенін түсіндік. Яғни оған бір жақты қарамауымыз керек екенін түсіндік. Ал үшінші қадам ол сіздің қолданатын технологияларыңыз бен құралдарыңыз. Міне осы үш қадамды меңгеріп, үш қадаммен әрекет ететін болсақ, онда біз өзіміздің айналамызда, немесе мектебімізде, сыныбымызда, жалпы сіздің кәсіби құзыретіңізге жататын ортада сіз инклюзивті орта құра аласыз. Әрине, бұл нағыз инклюзивті топ құру үшін ең негізгі үш аспектіне ескеру қажет екен. Олар сіз жасаған педагогикалық әдіс, яғни бұл жерде әр педагог өзінің педагогикалық құзыреттілігіне қарай, әр педагог өзінің біліктілігіне қарай, тәжірибесіне қарай, көзқарасына қарай, олар педагогикалық әдісті жасайды екен. Кейде бізде айтып жатамыз, өзара бөлісейік педагогикалық тәжірибемізбен деп. Бірақ мен жасаған тәжірибе сіздің ортаңызға, немесе сіздің мүмкіндігіңізге сай келмей жатуы мүмкін. Сол үшін де сізге өзіңіздің жасаған педагогикалық әдісіңіз де қажет екен. Одан кейін сіз жасайтын немесе ұсынатын мазмұн. Яғни бұл жерде сіздің осы аудиториядағы балалармен қатынас орната алуыңыз, сол аудиториядағы пәніңізді қалай өтетініңіз, қандай мазмұнда өтетініңіз, осының барлығы да инклюзивті топ құруға өзінің үлесін қосады екен. Әрине, сол аудиторияда қолданатын сіздің құрал саймандарыңыз, технологияларыңыз, яғни жетік маман, компетентный маман деп біз специалистерді кейде қолынан келмейтін, немесе ол әлсіздік танытатын жақтарын байқап қаламыз. Бұнда инклюзивті топ құруда біз барынша мүмкіндігінше арнайы міне осы технология ғана сол инклюзивті білім берудің технологиясы деп бөліп жармауымыз керек. Яғни әрбір маман, әрбір педагог, әрбір специалист жаңағы өзінің құралмен, технологиямен жұмыс істей алу компетенциясы байланысты, яғни өзінің құзыреттілігі сондай. Сол үшін де біз ең алдымен осы инклюзивті орта құрудағы басты шарттарды мүмкіндігінше орындағанымыз дұрыс. Ал енді инклюзивті білім беруді қалай жүзеге асырамыз деген сұраққа келсек, біз әлі күнге дейін ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларды шыны керек тек қана мүгедектігі бар немесе денсаулығына байланысты ғана қабылдауымыз мүмкін. Одан бөлек те категориялар бар. Дегенмен де психологиялық, медициналық, педагогикалық комиссия қорытындысы ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларды қамтиды. Яғни солардың категориясын айқындап, сізге арнайы құжатты ұсынады. Ең алдымен біз соны түсініп алуымыз керекпіз. Сосын жаңағы инклюзивті орта құрудың басты қағидасы, біз жаңағы айттық, балалардың ерекшелігін бетіне басып, немесе сыныпта, жалпы қоғамда атауға болмайды. Сондай-ақ сіздің жасайтын бағдарламаңызда да, яғни сіздің ұзақ мерзімді, қысқа мерзімді жоспарларыңызда осы шартты белгілер тұру керек. Мен кейін кезде осы курста болсын, басқа да жұмыс орындарында болсын, үнемі айтып отырам, біз жаңағы жеке қысқа мерзімді, мысалы бір ғана бүгінгі тақырыпқа жасалған жоспарда сізге айтады инклюзивті білім беру бойынша қандай шарттар орындалды деп. Сіз енді әрбір балаға түсініктеме беріп жазып отырмайсыз ғой сыныбыңызда, мүмкін көру қабілеті нашар бала бар шығар,
ақыл есінің мысалы кеш дамудағы түрлі психикалық ерекшелігі бар балалар болуы мүмкін. Көзінен бөлек естімейтін, немесе сөйлеу дамуында байланысты түрлі кейбір бұзылыстар болуы мүмкін. Сондай кезде осы шартты белгілеп, бұл халықаралық шартты белгілеп, мен мына ұсынып отырған әрбір шартты белгіні сіздер де өздеріңіздің қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді жаңағы нелеріңізде, бағдарламаларыңызда қолдануға болады. Тіптен жаңағы өздеріңіз портфолио жасасаңыз, сыныбыңыздағы балалардың аты жөні жазылып, мысалы жанына осындай пәленшек түгеншек, жанында оның көзі көрмейтін бала деп жазғанның орнына осы шартты белгілерді қойсаңыздар, ол сіздің өте құрметпен қарағаныңыз. Яғни біз балаларды атаудың, яғни оның жаңағы осал тұсына тиіп кетпейміз. Сол үшін де халықаралық шартты белгілеп, мысалы жолдан өтеміз ғой, мысалы бағдаршамнан. Жасыл жанған кезде білеміз жаяу жүргіншілердікі екенін. Ол жерге жазып қоймайды ғой, жаяу жүргіншілерге, немесе арбамен өтетін жолаушылардың жолы деп айтпайды. Барлық жерде шартты белгілер бар. Сары жолақ бар, кедір бұдырлар бар, тағы сол сияқты. Құлағы нашар еститіндерге мысалы анда дыбысты сигналды қойылған мысалы аппараттар бар. Міне көрдіңіздер, осы сияқты бізде әрбір педагогикалық іс құжаттарымызда сол баланы ерекшелеп, өзгешелеп, сол баланы жіктемей, оның жанына немесе өзіңіздің қымыжыңызда, сол қымыжыңызда инклюзив жаңағы балаға арналған текстің жанына осы шартты белгілерді қоюға болады. Шартты белгілер. Яғни кез келген эксперт, яғни кез келген жаңағы тексеруші, немесе басқа да жағдайда, мысалы сіз өзіңіз де тіккен жаңағы шартты белгілерді көрсету арқылы ары қарай жұмысыңызды жүзеге асыра аласыздар. Бұл дискриминациялық қатынасты жояды. Яғни біз баланың жанына өзінің ерекшелігін жазып қоятын болсақ, мүгедек бала, жүре алмайтын бала, көрмейтін бала, сөйлеуі нашар дамыған бала деп оның жанына жазбай шартты белгілерді қойсақ, біз балаларға құрмет көрсеткеніміз. Өйткені кез келген тексеруші немесе тіптен өзіңіздің әріптесіңізде сіздің бағдарламаңыз ерекше білім беру қажеттілігі бар балаға арналғанын көріп тұрады. Бұл да біздің подходымыз, яғни педагогтың подходы. Сол үшін де біз осы шартты белгілер, бұл халықаралық шартты белгілер, барлық мемлекетте көрсетілген, тіптен аэропорт, вокзалдарда көрсеңіздер, осындай шартты белгілер тұрады. Бұл жерге жазып қоймайды ғой, жаңағы арбамен жүретін бала адамға арналған, тіптен жаңағы ненің өзі паркингте, мысалы, арнайы мүгедектігі бар, немесе сондай жүргізушілерге арналған орын. Олар мысалы, олардың орнын ешкім занимать етпеу керек, яғни ол жерге басқа біреулер машина қойып кетпеу. Кез келген жүргізуші түсінеді. Дәл сол сияқты бізде оқу бағдарламамызда, кез келген оқу жаңағы методикамызда осы шартты белгілерді қолдансақ, біз адамдарға құрмет көрсеткеніміз, яғни оларды ерекшелеп жазудың қажеті жоқ. Яғни бір қарағаннан түсінікті. Сол үшін де осы шартты белгілерді сіздерге ұсынғым келіп отыр. Бұдан да басқа шартты белгілер бар. Психикалық дамуына байланысты, тағы басқа да негізгі ПМК-ның, яғни педагогикалық медициналық психологиялық қорытынды бойынша комиссияның сіздерге ұсынатын ақпаратында осы шартты белгілермен ұсынса тіптен жақсы. Міне одан бөлек әрине ерекше қажеттілігі бар тұлғаның эмоционалдық бұзылу. Бұл эмоционалдық бұзылу барлық ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларда бар. Яғни ол психологиялық жағдай туралы біз тағы алдағы кездесулерімізде айтатын боламыз. Келесі слайдта мен сіздерге оқыту тәсілдерін қалай жүзеге асыруға шартты түсініктер беріп өтейін. Сосын біз алдағы мүмкін кездесулерде осыларды ерекшелеп талдайтын боламыз. Сонымен, егер сіз ұсынатын білім беру жүйеңіз оқытуға назар аударылған болса, ол икемді, контексті және түсінікті болу керек.
яғни жоспарлы оқыту, педагогикалық практикаңыз оған сәйкес келу керек, және бағалаудың практикасы. Яғни бағалау процесі туралы өте дау-дамайлы сұрақтар көп, конфликті туындаған бағалау бойынша балалардың бағалау жүйесін, критериалды жүйесін қалыптастыру әлі күнге дейін ашық сұрақ. Көп мамандар осыған келгенде біз балаларды қалай бағалаймыз, қалай оны негізге аламыз деген сияқты. Міне осындай сұрақтар оқыту тәсілдерінде жүзеге асу керек. Яғни оны біз бағалау критерийлерін қою туралы, дескрипторларды қалай жасау керек, сол туралы алдағы кездесуде айтамыз. Одан кейін әрине оқытуға назар аударуда біз көмекші, белсенді, оқуды жақсартатын және оны түсінікті қалыптастыратын жаңағыдегі көп мынау неге мән беру керек. Так, екі рет болып кетіпті. Так, жарайды. Оқу ортасы, яғни пән оқытушысы, мынерде мұғалім десек те болады. Енді біз көбінесе оқытушы деп айтамыз да. Так, мұғалім. Мұғалім. Оқытушының рөлі ерекше. Яғни оқу ортасын қалыптастыруда. Сосын білім алушының рөлі, яғни оның белсенділігі, оның қызығушылығы, оның психикалық жай-күйі, оның физикалық денсаулығы, барлығы осы оқу процесінде маңызды. Өзара қарым-қатынас, сосын жақсы атмосфераны жасау. Яғни бұл да оқу ортасындағы басты шарттар. Түсінуге қатысты оқыту тұжырымдамасы. Әрине, оқу тұжырымдамасы ол әр пән мұғалімінің өзінің кәсіби сол пәнге қатынасы немесе соны жүзеге асыру. Мысалы, математика маманы, математика пән мұғалімі оқыту тұжырымдамасын, яғни балалардың математикалық сауаттылығын арттыру, логикасын дамыту деген сияқты осындай оқу процесінің негізгі көрсеткіштері. Әрине, ол мазмұнында әртүрлі сарапшылық көзқарас болу керек. Кейде біз пассивті көзқарасты қалыптастырамыз, яғни ол стихийный дейміз ғой, яғни біртіндеп күнделікті өтіп жататын мәселе. Кейде міндетті емес жайттар болуы мүмкін. Сосын оқытушының жауаптылығында және есте сақтау, яғни бұл мазмұнға қатысты назар аударылатын тәсілдер. Бұл әрине әрбір біздің осы инклюзивті білім берудегі оқу тәсілдері, бізде оқу формасы, оқу тәсілдері, жаңағы оқыту методикасы, яғни әдістемесі деген сияқты сұрақтарға жауап іздегенде сізге мысалы инклюзивті білім беру тәсілін қалай қолданасыз дегенде осы слайдтағы негізгі қағидаларды ескерсеңіздер жеткілікті. Сондай-ақ біз бағана жоғарыда айтып өттік, осы 8 қағида, алтын қағида десек болады. Бұл не себепті? Өйткені жоғарғы оқу орындығында алып тастайын. Инклюзивті білім берудің басты ерекшеліктері мен принциптері осы 8 қағиданың аясында болады. Осы 8 қағида сіздің әрбір сабағыңызда жүзеге асыру. Бұл жерде ең алдымен бұл дүние жүзінде сол алғаш рет Саламанка декларациясынан бері қолданып келе жатқан қағида. Яғни ең алдымен адам құндылығы, оның қабілеті мен табысына тәуелді болмайды. Яғни біз кейде оқу қабілеті төмен, ол баланы оқытудың қажеті жоқ деген пікір қалыптаспау керек. Және ол үнемі үздік баға ала беруіне тәуелді болмау керек. Ең басты ол өзінің жайлы сезінуі, оқуға деген қызығушылығы, оның да негізгі басты қағида. Өйткені көпшілік айтып, біз жаңа инклюзивті сыныптағы балаларды қалай 5 қоямыз, немесе оны білімін қалай жаңағы табысты ете аламыз деп. Ол балаға қаншалықты сол қажеттілік деңгейіне байланысты біз оның құндылығын сақтауымыз керекпіз. Кейбір өмірлік дағдысын қалыптастыру үшін үлкен жетістік ол үшін. Үлкен жетістік. Сіздерге бір мысал келтірейін. Мысалы, кейін кезде мынау Жапонияда, яғни Жапон елінде
кейде отбасында мына әйелдерге арналған картопты ашу курсы бар екен. Білесіздер ме? Вот картопты тазалауға үйретеді. Сонда біз қарапайым ғана бұл өмірде болып жататын нәрсе ғой, күнде мысалы тамақ істегенде қолданылатын жай ғана тәсіл. Картопты ашуға үйрету деген сабақ бар екен. Яғни біз көп мына техникалық дамыған сайын біз өзіміздің адамдардың өмір сүруге күнделікті қабілетімізді кейде төмендетіп алуымыз мүмкін. Дәл солай инклюзивті білім беруде де балаларға қарапайым нәрсе ол үшін өте табысты болуы мүмкін. Бүгін ол жай ғана борды ұстап тақтаға жаза алуы оның өзі үлкен табыс, үлкен әрекетке қол жетті. Біз арғы жағынан тереңнен қарамауымыз керекпіз. Яғни ол бүгін сабаққа келді, ол көңілде отыр, соның өзі үлкен табыс. Яғни ол үшін адам құндылығы сақталып отыр. Сосын әрбір адам сезінуге және ойлануға қабілетті. Яғни біз кейде қабілетті балалар, қабілеті нашар балалар деп бөлеміз, ол да дұрыс емес. Яғни біз кез келген адам, кез келген тұлға, ой процесі бар тұлға, ол ойлануға қабілетті. Бірақ өзінің тиісті дәрежесіне қарай. Мысалы, деменция дейміз, жаңағы синдром Даунның алғашқы белгілері, мысалы балаларда ол кейде емделмейтін кейбір жағдайлар бар. Ақыл есі немесе жаңағы интеллектісі, IQ төмен балалар. Олар өзінің деңгейінде ол ойлана алады. Біз оларды мүлдем ойлана алмайды деп айта алмаймыз. Сол үшін де біз инклюзивті білім беруде ол бала қабілетсіз, қабілетті ойлана алмайды деп бөлмеуіміз керек екен. Сосын әрбір адам тыңдалу үшін қарым-қатынасқа түсуге құқылы бар дейді. Мысалы, бұл алғашқы жаңағы білім беру инклюзивқа дейін сегрегация, интеграция, эксклюзия кезінде бұл құқықтар тапталған. Ал біз қазір әрбір адам қоғам мүшесі бола алатындығын түсініп, бұл құқық қорғалып келеді. Сосын барлық адам бір-біріне мұқтаж. Яғни біз кез келген адам, кез келген тұлға, кез келген бала ол қасындағы екінші бір адаммен бір-біріне қажеттілігін сезіну. Яғни әлеуметтік ортада бір-бірімізді қажетсінеміз. Одан кейін түп нұсқалы білім беру шынайы өзара қарым-қатынас шеңберінде жүзеге асады. Яғни шынайы өзара қарым-қатынас деген сөз, мысалы, үйде оқытатын балалар бар ғой бізде, оларды да арасында мектепке алып келеміз, өйткені өзінің жас ерекшелігіне байланысты белгілі бір білімді алу, қоғамға бейімделу үшін ол шынайы өзара қарым-қатынас шеңберінде жүзеге асу керек екен. Міне осындай жағдайларда біз бұл инклюзивті білім берудің қағидалары. Сосын барлық адамдар қолдауға және құрдастарымен достық қарым-қатынасты қалайды. Яғни барлық кез келген адам өзара қарым-қатынасты, достық, яғни өзінің жанындағы адаммен жайлы қарым-қатынасты қалайды. Бұл да үлкен принцип. Яғни біз оларды шектемеуіміз керек. Дискриминация, стигма, алаулаушылық, түрлі жаңағы жек көрушілік ондай болмау керек. Яғни сынап, менсінбеу деген нәрселер болмау керек екен. Одан кейін барлық білім алушылар үшін іргелілеу орындай алмағаннан көрі жасай алуда болуы мүмкін дейді. Яғни біз жаңағы алдымызда айтқандай баланың 5-ке оқуға міндетті емес, яғни үздік оқушы болуға міндетті емес ол бала. Яғни ең бастысы ол жасай алуында, белгілі бір әрекетті орындай алуында екен. Міне сондықтан да біз осындай мәселелерді алға тартуымыз керек екен. Тағы бір үлкен қағида ол жан-жақтылық. Адам өмірінің даму аясын кеңейтеді. Біз сол үшін де балаларды ортаға ендіріп жатырмыз. Егер ол өзінің интернатында қалып қалса, балалар үйінде қалып қалса, немесе отбасында үйде оқытуда қалып қалатын болса, ол даму аясы кеңеймейді, керісінше тарланады. Яғни ол адами ортадан гөрі жай ғана бір особа болып қалуы мүмкін. Көрдіңіз? Сол үшін де инклюзивті білім берудің негізгі осы 8 принципі, яғни қағидасы, бұл сіздердің күнделікті осы инклюзивті білім беру жүйесін жүзеге асырудағы басты қағидалар екен. Міне осы қағидалармен сіздер үй тапсырмасы ретінде осыны тағы бір рет пысықтап көріңіздер.
қарап көріңіздер, мен ұсынған әдебиеттер білім алу жаңағы көздерінен осы әрбір қағидалар, алдыңғы айтқан ұғымдардың барлығы осы мен сіздерге ұсынып отырған білім көздерінде бар. Енді уақытты қарайын, уақыт 15 екен, жарайды. Сондай-ақ шетелдік ғалымдармен немесе шетелдік пікірлермен алмасам десеңіздер, мен сіздерге міне 2 сілтеме жазып қойдым. Ағылшын тілінде жақсы айтылған, мен сіздерге чатқа жіберіп қоямын бұны. Осыны бір көп емес, қысқа нұсқа жасалған. Жалпы осы инклюзивті білім беруге қадамдар, оны қалай жүзеге асыру, қандай әрекеттер жасалған, шетелдік мамандармен де пікір алмасуларыңызға болады. Сол үшін де осы бейне материалдарды сіздерге ұсынып отырмын. Жақсы, бүгінгі информация өте жеткілікті деп ойлаймын. Ең басты бүгінгі өткен тақырыбымызды пысықтайтын болсақ, осы инклюзивті білім беру ұғымына тоқталдық, эволюциялық дамуына тоқталдық, жаңа төменнен жоғары қарай, яғни ертеректен қазірге дейін инклюзивті білім беру жүйесі қалай даму үстінде болды. Инклюзивті білім берудің субъектілеріне байланысты, ақпарат көздерімен, құқықтық актілермен, енді бұлардың бәрін жеке-жеке ашып сіздерге көрсетпедім, өйткені бұлардың бәрі интернетте, сосын бізде әділет КЗ заң құқықтары бар, сайтымыз бар, сода барлығы осылар бекітілген. Ең басты инклюзивті ортақ құруға сіздер кішігірім бүгінгі кіріспе сабақта жалпы ақпараттар алдыңыздар деп ойлаймын. Егер бүгінгі осы ақпараттар жеткілікті десеңіздер, онда біз кері байланыспен бүгінгі вебинарымызды қорытындыласақ. Сонымен әріптестер, микрофондарыңызды ашып, бүгінгі кіріспе сабағымызға, кіріспе вебинарымызда қандай пікірлер қалыптасты сіздерде. Кері байланыс орнатайық, сосын ертеңгі күнді жоспарлайық. Ертең қай уақытта өтеміз, сіздерге қай уақытта ыңғайлы. Енді ертең мереке ғой, Құрбан айт мерекесі. Ертең өтпейміз, четвергке қалдырайық десеңіздер, четверг түстен кейін қай уақыт сіздерге ыңғайлы? Мен үшін түстен кейінгі уақыттар ыңғайлы. Сіздер үшін ше? Маған да осындай кешкі уақыт түстен кейін. Сол 4 Неше уақыт болады? Қанша уақыт болады бұл курс? 5 күн ғой деймін. 5 күнге жоспарланған, Бұл четверг күні 5 сағат 5-те қойсақ. Бүгінгі уақыт ыңғайлы ғой. Бүгінгі уақыт, осы уақытты қалдыра береміз онда. Ертең енді Құрбан айтты, әрине барлықтарымыз отбасымен, үлкен мереке, ниет ететін мереке, сондықтан сіздер мазаламай ақ қояйық. 28-не сағат 5-ке. Жақсы, онда келістік. Бүгінгі кездесуіміз бойынша кері байланыс жасасақ. Очки киетін балалардың барлығы осы инклюзивті топқа жатады ма? Қазіргі баланыма негізі инклюзивті білім беру бұл бір не сияқты ғой, бір ұстаным сияқты. Яғни біз, мысалы, көру қабілеті нашар ғой қазір, көп, мысалы, 90% балалар очки тағады, келісіңіздер. Оларда мүмкіндігі қалай деп ойлайсыздар? Мазасыздық деңгейі бар, кейбір әріптерді тез арада көріп үлгермей қалады, мазасызданады, әрине, ашуланады, эмоциясын көрсетеді. Бұл психологиялық тұрғыдан тіптен инклюзивті білім беруге жатпайды, әрине, бірақ психологиялық тұрғыдан қолдау көрсетуге мен енді кейде ойлаймын, барлық мұғалімдер кейде ата-аналар да мазасызданады, мен балам көзі нашар, алдыңғы қатарға отырғыз деп, мысалы, каприздерін көрсетіп жатады. Вот сондай кезде ол барлық балада бар, бірақ қазіргі мынау алмастырып, орындарды алмастырып отыру арқылы оны кейде тыныштандырып жүр ол процесті. Өте актуалды бір проблемаға айналдырмай, Сол үшін де қазір мынау визуализациялық методиканы көбірек қолдану керек. Балаларға визуализация, яғни сіздің беретін мультимедиалық технологияларыңыз,
видеозапистеріңіз немесе мынау қағаз бетіндегі әріптердің үлкеюі. Бірақ балалардың психологиялық жағы ең алдыңғы қатарға шығып кетеді, көзі көрмейтін балалардың нашарлығы. Олар ашуланады ғой, түсінбегеннен кейін. Сол үшін де біз сосын тез арада шешіп үлгермей қалады, содан білім алуында кейде мынау нашар баға алып қалады. Сол үшін мазасызданады кейде. Оны енді әріптестермен отырып шешіп алу керек. Мысалы, қай балаларға ерекше мән беру керек, қай балаларға көбірек визуализациялық әдісті қолдану керек, әсіресе қай сабақта. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар ма? Бүгінгі кері байланыс не түсінікті болды, не түсінбей қалдыңыздар? Қандай әсерде болдыңыздар? Кітаптар қызықтырады, қайдан алуға болады? Келесі кездескенде мен сіздерге барлық сілтемені көрсетемін. Қай балаға қандай көмектесе алатын кітаптар. Жалпы қандай кітап бар. Тағы категориясына байланысты қандай кітаптар бар. Қазір отырсақ, ұзақ отырып қаламыз. Иә. Жақсы, рахмет. Бүгінгі сіздің берген бізге дәрісіңіз өзіміздің білгеніміздің үстіне білгені тағы да біле түскіміз келетін жайттардан біраз хабардар бердіңіз. Енді оқытып жатқан балаларымыздың алдында бізде менің өзімде психикалық жағдайы өте қиын бала бар, оқушы бар. ПМК диагнозымен ба, әлде өзіңіз диагноз қойып жатсыз ба? Жоқ, өзінің диагнозымен. Бірақ өзінің ақыл есі өте керемет. Жаңағы әлемдік деңгейде қатты ойланады да. Мына Қазақстан деңгейін ол менсінбейтін бала. Сонымен маған жұмыс жасау өте қиын. Соған бір кішкене қандай көмек бересіз, қандай оқулықтарды қарауыма болады деген сияқты тағы да қосымша. Жақсы. Өйткені қазіргі балаларда не дейді, қалау өте жоғары ғой, талаптану деңгейі өте жоғары. Көп жағдайда біздер мұғалімдер мен ата-аналар олардың максимализмін кейде түсінбей қаламыз ғой. Сосын біз енді категориясын өтеміз сіздерге. Сол категорияның ішінде дарынды балалар деген бар. Дарынды балалар да инклюзивті сыныптың мүшесі болып табылады. Иә. Жарайды, рахмет сізге уақытыңызды бөліп. Біраз жақсы. Сұрақтар? Чат ашық негізі. Кез келген уақытта жазуларыңызға болады. Жақсы, рахмет. Бәрі түсінікті. Рахмет көп сізге. Бейсенбі күні сағат 17:00-де вебинарда кездескенше аман болыңыздар. Жақсы, сау болыңыз. Сау болыңыздар.